тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Да? Орын жоқ, тұрып қылсың, ә? Кетті запись. Қасынан оқшайын. Нормально жарықты ғой, бәрі жақсы, жарығы бәрі жақсы. Жоқ, мен әдем жүре қойдым да. Мынаны қарап тұрсам, мынаны қарсы тұрсам, көрінбейді бет. Қарап қойды. Әдем сол жарыққа әдем шығып қойдым мен. Ол запись кетті. Армысыз қазақ елі. Міне бүгін осындай бір видео шығайын деп отырмыз. Енді не дейміз, студия дейміз ба? Қазір қарағанда өзіміздің міне осындай бір Ахмет Қален екеуміз осындай бір ойлап көрейін деп отырмыз енді. Осындай не болатынын сіздер енді ұнаса айтасыздар ғой, жақсы деп. Енді осы Қарағанды бойынша жаңағы партиялардың жаңағы көше атын өзгерту жаңағы енді политика ғой, политикалар. Так, бұл жерде анау не көше атын өзгерту бұл халықтың арасында бірігуі деген сияқты. Саяси өмір қалай жүреді, сол туралы әңгімелесек. Мына қазір көше онда қайдан бастайық? Көше мысалы қазіргі мен айтайын бастаймын мен. Ахмет Қален Қарағандының ұлттандыру айтайын. ұлттандыру қозғалысының төрағасы. Жақсы, айтайын да. Армысыз қазақ елі. Міне бүгін біз Ахмет Қален екеуміз ұлттандыру ұйымының төрағасы Қарағандыдағы. Осындай бір видео шығарып отырмыз. Енді сіздерге ұнамай айтасыздар ғой, комментарий жазыңыздар. Осындай осы Қарағанды бойынша саяси өмір туралы пікір таластырамыз. Сол туралы ойларыңызды айтып. Ахмет Қален, енді өзіңізді таныстырып жіберіңіз. Мен енді 90 жылдан бергі қоғамдық саяси өмірде араласып келе жатқан адамдардың бірімін. Былайша айтқанда бұл жерде бұл қоғамдық жұмыстармен емес, саяси жұмыстармен айналысқанда бір атақ, бір мансап емес, бізге ұлтымыздың болашағы, мемлекетіміздің мызғымас бірлігі, тәуелсіздігінің нығаюы, сол маңайында біз көптеген жұмыстар істедік. Кейінгі кезде мына Ерекен екеуміз құдай қосып, екеуміз өзіміз тіл табысып, осы ұлттандыру қозғалысы маңайында бірігіп жүрміз. Былайша айтқанда біздің ойымызда ешқандай жамандық жоқ. Кейбіреулер сияқты мысалы біреуге қара жағып, не болмаса өсек айтып сыртынан өйткіміз келмейді. Бізге басты мәселе осы мемлекетіміздің өркендеуі. Ол үшін біз кіммен болса да бірге жұмыс істеуге бармыз. Шындығын айтқанда, біз демократпыз, біз ұлт патриоттарымыз. Ұлт патриоттары ешқашанда өзінің ағайындарын, өздерінің маңайындағы туған туыстарын бәрі біреуінде жамандап өмір сүрмейді. Хайп ұстап ол бізге қажет жоқ деп ойлаймын. Сондықтан осы бүгінгі екеуміздің сұхбатымыз соған тіреледі деп ойлаймын. Өте жақсы. Ал енді осы Ахметтен енді қашан шығарсыз? Ахмет енді осы Қарағандының жаңағы саяси өміріндегі ең ақырғы жаңалық мынау көше аттарын өзгертті ғой, жаңағы 10 көшенің атын өзгерттік, жаңағы Ленин көшесін Абай көшесі қылып, енді өзгерткен жоқ енді. Сол туралы жаңағы дау таласта халық соны қолдады ғой, келісті, солай болады деді, енді әлі болған жоқ, енді көреміз. Енді соны қалай қарайсыз, өз ойыңыз қалай, ой пікіріңіз қалай? Бұл енді бұның басы бәрі өткен сайлаудан бастап отыр да. Жалпы енді бұл жерде кейбіреулер айтады ғой, сатып кетті немесе сатқын деген сияқты. Меніңше бұның бәрі жалған нәрсе. Біз кімде-кім жұмыс істесе,
осы өзіміздің халқымыз үшін жұмыс істейді. Біреуді алдайын деп жұмыс істемейді, біреуден бірдеңе алайын деп жұмыс істемейді. Өмірімізде мысалы біреуге барып ақша сұраған уақытымыз жоқ. Жалпы енді осы мынау сайлаудан кейінгі бір үрдіс, олай айтқанда демократиялық көзқарасқа қарай бетбұрыс басталды. Жастарымыздың бірігуі басталды. Бұл мынау әлі күнгі мыңдаған адамдардың сол залға жиналуының өзі, семья қалуының өзі, бұл қазақ халқының бірлігінің басталғаны. Ал оны сол сайлау бастады. Сайлаудан кейін қарсы сөз айтқандар болмасын, қазір мынау жүйенің кейбір кереғар мәселелеріне қарсылық жөнінде мысалы бірігіп сөйтті. Соңын барып бұлардың бірліктері басталды. Бұған біз қуанамыз. Өйткені бұлардың осы мынау жастарымыздың алдыға ұмтылысы, осы мемлекетіміз үшін еңбек етем деген өздерінің арманы іске асып жатса, онда неге қолдамасқа? Солай ғой. Дұрыс, жақсы айттыңыз. Енді сол өткендегі көше атауларының өзгеруі меніңше бірден бір себепкері ол біздің қалалық мәслихаттың хатшысы Құдайберген Бексұлтанов мырзаның еңбегі деп ойлаймын. Депутат аға бар. Сол кісінің еңбегі, бұл кісі өзінің барын салып, соның кейін қоғаммен мынау кейбір кереғар жүрген адамдармен тіл табысып, мысалы, осы мынау Қазақстан Республикасының осы Қарағандыдағы азаматтарының бас қосуына себепкер болған да сол кісі. Бұл кісіге үлкен рахмет айтамыз. Осы кісі болмаса, бұндай өзгерістер болмас еді деп ойлаймын. Ал оған біз қуанамыз. Енді ол күні мен өзім бара алмай қалдым, ауырып сырқап, сырттан тілектес болып отырдым. Былай айтқанда бізге соған араласқан азаматтарға біз қызғанышпен қарайтындай бір көзқарасымыз жоқ та. Біз бәрін кім не істесе де, айтамыз ғой, бір кішкентай да болса қазақ халқына осы біздің мемлекетіміздің болашағына үлес қосып жатқан азаматтарға рахмет айтпағанда не істейміз біз? Жаңа депутат аға туралы айтып кетейін, жаңағы базар еңбегі бар. Осы Қарағандыда мысалы енді акимат адам болса да, осы біздердің Қарағанды белсенділерінің басын қосып жүр. Бір-екі жиналыста да болды, мен видео түсірдім. Ұнадым ол кісінің жаңағы патриоттық сезімі, патриот десе болады. Енді бұл кісінің басты бір үлкен бір еңбегі ол бір арнаға тоғыстыруда қоғамның сана сезімін. Бұл үлкен бір жұмыс. Енді расын айтқанда сізбен біз мысалы бұл кісіні мақтап бір ұпай жинайық деп отырған жоқпыз. Жақсының жақсылығын айт дейді, нұр тасысын дейді. Мен өзім көргенде жаңағы 2-3 жаңағы депутат жиналды ғой, жаңағы жиналыстарында өзінде болдым, видеоларым бар, оны көрсеңіздер болады. Сонда жаңағы видео түсіріп, бәрі халыққа жаңағы осы талай жаңағы халықтың ойлаған істерін жүзеге асырып жатыр деп ойлаймын енді. Әрине, бұл кісінің еңбегі айтып отырмын ғой, біз бұл кісінің орасан. Сонымен бұл кісі осы өткен жылда да бір армяндармен болған мәселеде де көп еңбек етті. Оған былай айтқанда біз сырттай куәгер болдық қой, енді ол күндермен 3 күндей сол далада жүрдім бірге. Бірақ та олардың қасына барған жоқпын. Жалпы сол қоғамның бір нелерін бір арнаға салып отыру бұл кісінің қолынан келетін нәрсе деп ойлаймын. Енді ол кезде мен ол кезде ол кісінің не істегенін енді қолдайын ба, қолдамай жағын білмеймін енді. Бірақ енді еңбегі бар шығар енді ол кезде. Жоқ. Бітті, тарқадық. Халықтар әрине ырза емес осылай болғанда. Жақсы, давай. Я не мог вас вести туда, не получился. Не получилось? Да. Ситуация, пойдемте как раз, пойдем разговаривать. Көп нәрсе азаматтық қоғамның оянып жатқаны ғой. Бәрі бұл жерде тыңдамайды да. Біздерде жаңағы үлкенге деген құрмет. Мысалы, мынаны Құдайберген ағамыздың шырылдап жүргені сол қазағым, елім, жерім жүр. Осындай азаматтарды тыңдау керек қой. Айтқожа аға да шырылдап жатыр. Бұл жерде кейбіреулер бірақ уақытта
Айтқожа Фазыл болғысы келеді. Айтқожа аға Фазыл болу үшін ол кісінің өмірін сүру керек. Ол кісі тәрізді таза, өтірік айтпай. Білімі болу керек. Иә, білімі болу керек. Ол кісінің тазалығы болу керек. Бұлар бір-ақ күнде айғайлатып халықты шығарып алып, ойлайды халыққа біз басқара аламыз деп. Өзінің әр адамның артында жаңағыдай ой тұр да, ондай болмау керек. Бұл жерде жастарды көрдің, ие бола алмайсың. Мынау облыс әкіміне расын айтамын, нағыз азамат. Азамат. Біздің өзіміздің ауылда өскен. Қырын келді, шығылдап жетіп келді әне жерде. Қазақ тілінде айтып тұр. Бұған біз мұқтаж болдық қой кезінде. Осы жеткен күнімізге неге тәубе қылмаймыз? Дұрыс айтасыз, конечно. Осының өзі пайда тәубе ғой. Тәубе қылу керек. Жоқ, бірақ анау кіріп кет. Ішіне барып бәрін басқарып. Да. Өзім сөйлеспеңіз. Да. Мінекей, біздің жиылыстар бітті. Сағат 12:53. Жоқ, ол мәселе онда емес. Біз ол жерде көп қателіктер бар ғой. Ол кеткен қателіктерді біз енді қазір айтып жараның орнын қозғағымыз келмейді де. Бірақ бұл кісінің енді сондай жерлерге араласып жүргенін айтамын да. Оның арт жағы қандай нәтиже берді, оны соған байланысты енді ол. Оның өз жердегі жүрген адамдардың сол кішкене басқа бір жолдарымен кетіп қалуы, ол енді әрине үлкен бір сын көзбен қарап болады да. Енді оған біз енді қазір баға беріп, олардың істеген жұмыстарына қызғанышпен қарағандай болмайық деп отырған ғой мен. Енді қандай қай жерде болса да бұл кісі араласып жүретінін айтамын да. Жақсы. Соның келесі сұрақ, енді қазір Қазақстанның саяси өмірінде енді айтарлықтай бір бәрі біледі ғой, бәрі халық біледі жаңағы. Енді айтарлықтай бір өзгеріс әкеле ма, или шулап жатқан жаңағы демократик партия Қазақстан деген жаңағы. Мамайдың партиясы, әлі партия емес қой, енді талпын жатыр жаңағы жігіттер. Сол туралы не айтасыз жаңағы? Енді кеше мен Фейсбукта жаздым, ұлттардың қозғалысы мысалы үлкен бір жұмыс істеді, ол демократиялық жаңалуға апарудың бір себепкері болды деп жаздым да, бірақ та ұлттардың қозғалысының ұтылған жері ол ақпараттық жағынан ұтылып қалдық біз. Шындығын айтқанда біз жұмысқа кірісіп кеттік те, біз туралы жаман айтып жатқан адамдарға біз жауап бермедік. Өйткені бізге басты біз енді мүмкіндікте болған жоқ қой арпалысу. Біз кәсіпкеріміз ғой, біз енді кәсіби өзіміздің көзқарасымыз бар. Сол кезде мысалы кәсіпкер болғанда енді кәсіби көзқарасымдар. Сол кәсіби көзқараспен біз ойладық, бір басталған жұмысты аяғына дейін жеткізуіміз керек, мына жақта болып жатқан нәрселерге көңіл аудармамыз керек деп ойладық. Оны әрине сол бізге қарсы жұмыс дегендер жақсы пайдаланып кетті, халықты бізге қарсы қойып үлгерді. Енді мынандай нәрсе. Жаңағы мынау демократиялық партия, Қазақстан демократиялық партиясының құрылуы, бұл бірден бір біздің еңбегіміз. Шындығын айтайын, оны халық қалай шулдасын, қалай келесін. Мысалы мен кезінде айттым ғой, жігіттер, бізге сұрақтарың болса кездесіп әңгімелесейік осындай үйден. Әлі де біз қарсы емеспіз. Келіп бізге сөйлессін, осы жерде осында отырып. Пікірталасты жүргеп, жиналып пікірталасу болады. Біз қандай да біз қарсылас, жау іздеп жүрген адам емеспіз. Жау табу оңай, дос табу қиын. Сондықтан бізбен келіп, мысалы, бет-бет отырып әңгімелесуге болады. Біз олармен қайсымен болса да әңгімелесуге дайынбыз. Сонда бұлардың мысалы қазіргі үлкен жолға түсуі, партия құрамыз деп ұмтылыс жасауға, ол біздің еңбегіміз ғой. Оны мойындау керек. Ол былай айтқандағы дайнас қатты қасық болып отырған адамдар көп қазір. Өзін батыр көрсетіп, өзінің былай айтқанда істерін бәрін халықшыл екендігін көрсетіп отырған адамдардың өзінің де бізге рахмет айту керек. Себебі бұлар қазір емін-еркін көшеде өз ойларын айта алады, көшеге шыға алады. Бұларға қазір көптеген мысалы жолдар ашылып жатыр. Былай айтқанда әлі алға қарай ұмтылыс бар. Біздің жүйені толықтай жаңартып жібермесек те, жүйе қазір халыққа қарай бет бұрды. Оны мойындау керек. Пәтер алып жатқандар, мысалы, несиелерді кешіріп жатқандар. Ал енді мынау Қазақстан демократиялық партиясының құрылуы, енді Мамай бір беткей, бір саяси өзінің бір көзқарасы бар азамат. Енді оған
басқалар да баға беріп жатыр ғой. Біз енді жаман жағынан баға бермей қойық енді. Жас қой. Жас болған кейін бетіне қақпайық деп отырмын да. Бұның қазіргі бір үлкен бір ерекшелігі маңайына сол кездегі қарсылас адамдардың бәрі маңайына жинай білді. Қазір қарасаңыз өз Қарағандының өзінде мысалы қазір штаб құрылып жатыр. Иә, штаб құр дейсіз ме? Ол штабтарын біз барып көрген де жоқпыз. Өйткені біріншіден бармаймыз. Неге? Себебі барып оларға барып араласып кетсек, ертең тағы бірдеме болмай жатса бізден көреді. Екіншіден бұлардың сыртынан тілектес болып отырамыз. Былайша айтқанда басты біздің мотивациямыз жастар ғой. Жастардың қоғамдық іске араласуына біз қуана отырып қарсы алуымыз керек те, бірақ бұларға бір ақылы бар айтатын. Ол сол жерге жиналған азаматтардың көбі. Былайша айтқанда біреуге қара жағу арқылы немесе біреуді кінәлау арқылы хайп ұстамасын. Хайп ұстау деген ол жаман нәрсе. Енді республика деген қозғалыс құрамыз деді. Қазір Оян Қазақ, бұлардың бәрі осының маңайына жиналып жатқан сияқты. Былайша айтқанда бір көз қарастағы, бір ағындағы азаматтардың бірігіп жатқанда біз жақсы көзбен қараймыз. Ертең біз де бір жақта бірігуіміз мүмкін. Дұрыс. Енді мен сіздің, мысалы, менің өзімнің басты бір айтатын ойым, мысалы, мен саясатта өзімнің бір алдыға қарай бір керемет бір өзімді алдыға жылжыту жағын мен ойлап отырған жоқпын. Біздің маңайымызға жастар жиналса, біздікі эволюциялық жол, білесіз, эволюциялық жол. Біз былайша айтқанда ешқандай біреуге тиіспей, біреуін нетпей, біз өзіміздің мемлекетіміздің өркендеуіне қалай еңбегімізді қосамыз, солармен бірге қалай жұмыс істейміз деген ойда. Сол кезде мысалы жастар біздің маңайымызға жиналуы тиіс деп ойлаймын. Былайша айтқанда жаман көзқарастағы жастар аз. Шынын айтайын, мен кейінгі кезде мынау кездесіп жүрмін жастар көбінесе біздің қазіргі мынау ойымызды, біздің қазіргі беталысымызды қолдайды. Бірақ олардың тежегіп қалған бір сәті қазір мынау жүйеге қарсы күрестен сырт қалып қоя ма деген ойлары бар. Меніңше үш бағытта болады. Мүмкін 4 бағытта болады партиялар. Үш бағытта болатын біреуі желтоқсандықтар мен ұлтшылдар бірігуі мүмкін түбінде. Ол енді ұлттық көзқарасқа бұрын күреске тіс қаққандар, олар бірігуі мүмкін. Екіншісі сол жаңағы Қазақстан демократиялық партиясы. Үшінші енді биліктегі отырған нұротандықтар. Меніңше әр мәдениетті азамат өз ойын іске асыру үшін мәдениет жолымен, өркениет жолымен алдыға қарай жылжу керек деп ойлаймын. Солай деңіз. Содан жаңағы тағы бір осы енді қазір партиялар құрылып жатыр ғой енді. Ол жақсы да шығар, партияның көп болған жақсы ғой. Жаңа жолы біз Алматыға өзімізбен барып келдік, жаңа Хақ партиясының құрамы деген жаңа Тоғжан деген келіншек. Сол кісілердің енді естіңіз бар ма? Партиялар не болды, құрайын деп жатыр ма? Жүрді үнсіз қалды ғой. Сол туралы бірдеңе айтып жүрсеңіз білсеңіз. Мен енді Тоғжан қарындасымның барып біз енді нелерінде болдық қой, конференциясында, соның алдыңғы бір күнгі кездесуінде де болдық. Қолдадық қой, былайша. Былайша біздің видеоларымыз да жарияланды. Ол жерде сіздің осы қазконференцияңызды қарап отырса бәрін көріп өтеді. Жалпы біздің басты мақсатымыз мынау болды да, бізді шақырған жерге неге бармасқа? Рас қой? Біз бардық, көрдік, бұл кісілердің беталыстары жаман емес екенін көрдік. Бұл кісілердің ұйымдық мәселелері өте жоғары екенін көрдік, анау көрмелерін бәрін көрдік. Бірақ та кейін кезде бұлар тоқырауға ұшырап қалды. Содан кейін мен Тоғжанның жағдайын білейін деп қарындасымыздың телефонына хабарласып едім, телефоны өшіріліп тұр. Неге екенін білмеймін. Бұлар әлде сол өзінің басты мақсатынан былайша айтқанда тайқып кетті ма деген ойда болады да. Бұлар неге сондай қазіргі мынау жабырқау күйде қалып кетті деген сияқты. Енді олардың да партиясы құрылып жатса, жалпы мен ойлаймын, партия құрылғанда өзі әр партияға өзінің ойымен, өзінің мақсатымен бірігеді ғой. Неге бірікпеске? Енді кейбіреулер айтады, мысалы,
маған бір кейбір ағайындардың айтқаны бар. Осы партия құруға сендер жүгірмесіңдер. Көп партия құрып қазақты бөлшектеп құртқанда не табасыңдар деген сияқты. Қазақ бөлшектенбейді. Қайта конкуренция болатын болса, сылып сол бір жақсы бағыттағы бір ойлар туындайды. Ертең парламентке барып жатса, сол парламент өздері фракцияларын құрады. Сол кезде өз жерде тағы да мәдениет түрде жұмыс істеу керек. Бірмен бірі шайқасып кететін болса, ол да дұрыс емес. Парламентке не үшін барады? Өз ойын іске асыру үшін барады. Енді біз бұлай байқадық, ол хақ дегенге мен ойлағым діни шығар. Бірақ ол діни болмады. Енді бізде бір алдын ала топшылауға дайын халықпыз ғой. Мынау партия құрайын деп жатыр, бұның артында біреу тұрған сияқты деген сияқты. Оны да байқамадық. Енді әркім өзінің мүмкіншілігіне байланысты жұмыс істейді ғой. Жоқ, маған да аққоңыр жаңа қыз екен, Тоғжан деген аққоңыр келіншек ойлаған айтады екен, жақсы бағанады. Енді сенді ол кісіге да, мен сендім өзім. Жоқ, мен айтып отырмын ғой. Ол қарындасымыздың ақкөңілділігі, сонымен ашықтығы маған өте жақсы ұнады. Біз енді барғанда, сіз екеуміз пойызда бара жатқанда ойлағанбыз, бұлар қалай, діни ма деген сияқты. Бұлардың ертең бізбен бірге сөйлесуге ешқандай несі болмай қала ма деген сияқты икемі. Барғаннан кейін бізді кәдімгідей өзің айтып отырмын, кеше жақын кездесуде, журналистермен кездесуінде барып кездестік қой, отырдық. Ертеңінде кеп бізбен біраздағы әңгімелесті. Сондықтан бұл қарындасымызды мен былай ешқандай бір мәдениетсіз, немесе бір білімсіз деп айта алмаймын. Білім өте жоғары екен. Сонымен қатар олардың анау нелерінде, форумында қаншама білімді адамдар келді, өз ойларын айтты. Бәрі жұрт ғой, бүкіл белсенді Алматы, Қазақстан белсенді бәрі жұрт ішінде. Белсенділер одан кейін жерде болады. Еркіндік деген ұлттардың болу керек. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Прессілігін алып, блогер пресс болып кетті. Не, штаб бастықсыз да? Қандай? Штаб бастықсыз ғой қақпың да? Пресса бойынша жауаптың. Мен мынау жерде бәрін сақ қойса жаңағы Сұлтанмахмұт Торайғыровты көрмедім. Ол кісі ең бірінші демократ қазақтың. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Сол жерде. Ол кісілердің атын мен бергенмін оларға. Енді сода мен 10 кісі деп, 10-12 кісі деп неткен, мен мүмкін байқамай ұмытып кетуім мүмкін. Мен ең осы демократ, хақ үшін, адалдық үшін, еркіндік үшін деп, алаш деп ұрандатқан осы қазақтың ұлт тұлғалары деп шығардым да бұл кісілерді. Одан кейін 86 жыл көтеріліске қатысқан. Ұмытып кетуім мүмкін, иә. Мен ана жылы бір осыны білмейсің, экспедициямен жаңағы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ауылында музейінде болдым. Сонда сол кісілердің өлеңдерін естідім. Жаңағы біздің доқты көтеріп жүрген қазақ сөйлеген соның бәрі сол кісілер өлең екен. Еще музей айтты, ең бірінші демократ деді ол кісіне. Мына кісілер енді демократ жоқ шығар ішінде. Ана кісі чисто бірінші демократ екен. Сұлтанмахмұт Торайғыров демократ еді. Я білемін Сұлтанмахмұт. Құрметті қонақтар, баршаларыңызды 5 минуттан кейін осы сахнаның алдында жиналып сұраймыз. Танымтас спикерлер өздерінің барша дүниелерін сіздерге көрсететін болады.
ма, фото ма? Видео. Осындай жерлерге азаматтар өздерінің көзқарасына қарамай жақындап жыңа беру керек. Жақындаса, таныса, білсе, біріне бірі үйреніседі. Содан кейін барып аралас пайда болады. Одан кейін жаңағы идеялардың, көзқарастардың бірге пайда болады. Сондықтан ешқандай да жаңағы мен анау, мен мынау, мен ұлтшылмын, мен басқамын деп жаңа жіктеудің қажеті жоқ. Осындай жерде қазақтың өз азаматтар араласа кеп, екшеле кеп өзі бір анау қоғамға қызмет ететін басқа да бір идеялардың төңірегінде топтасудың үлкен мүмкіндіктері пайда Біздің учалмашыларында қазір белсенді. АС-300 хорошая штучка, да? Екі сиырын түреді, қайда алып кетті? Екі сиыр бізден тегімен. Я Нұр Отаннан сұраған сиыр айттыңыз тоғжанда деді. Жақсы жігіт. Что? Свой данный Айтеленов, Нурали, Рамазанов, Блогер. Айтеленов, Нурали, Айтеленов. Кстати, ничего не надо посмотреть. Поддержим, Нурали, поддержим. Таких ребят молодцы. Бұл жерде менің өзімнің көргім келіп жүрген, аңсап жүрген Бапи. Оның кейін Рақышев. Еркін Рақышев. Оның кейін Марат кімдер мысалы Республикадегі партияның жігіттері жүрді да екі сиырын құшақтап. Солардың бәрі болды. Сонда қарасаңыз бұл алаңды жақсы жасағанда кім келіп өзің біз емін еркін ән жерде жүрдік, түсіретініміз түсірдік, бізге түсірме деп ешкім айтқан жоқ. Бізге енді соны жалғасы керек. Тоғжан тыңдап отырсаңыз енді қарағат екеніңіз. Біздің хақтың отырысы емес, бұл жерде журналистермен бірге танысып, аудандардан келген кісілермен. Кешіресіздер, жоқ, мен жай әне журналистер тіпті жақсы. Ақпараттану керек те мынандай мәселе. Саяси ахуал қазір кешегі сайлаудың, соның бәрін толық түсіну керек. Мен соның үшін айтып отырмын да, жалпы сіздердің істеріңізге мен араласайын деп отырған жоқпын. Сіздерді керісінше тыңдау үшін келдім. Маған айтып берем өзім. Ал енді мына демократик партияға біздің ел қарағандыда белсенділердің кіріп жатқанына қарағанда, мысалы Майра, Жексенқол, олар бәрі отырысында көрдім мен. Майра, Жексенқол, Айсұланды көре алмадым. Теміртас енді бас кезінде бізге жүрген бауырымыз, ол да сол жаққа кетті. Оған да мен ақ жол тілеймін. Сол Теміртас осы Қарағанды партияның жетекшісі деп естідім ғой деймін. Шынбек. Енді штабның ұйымдастырушысы жетекшісі болып солай сайланды ғой деймін. Енді анау Айтқожа ағамыз да сонда жүр. Бұлар былай айтқанда, бұлар өздерінің бір келкі, бір бағыттағы адамдар бірікті деп ойлаймын да. Бір жағынан дұрыс, осы әркім өзінің көзқарасы бойынша бірігіп жатыр, қолдап жатыр да, ол дұрыс бізге. Солай болу керек партия деген. Іріктелді мысалы. Ал енді біз енді қазір партия құрайық деп біреу шулап біреу негізі отырған жоқпыз. Біріншіден біз партия құруға ұмтылып отырған да жоқпыз. Екіншіден біз қазір кішкене тоқырауда болып қалдық. Өткен сайлаудан кейін әндағы неме сүрінбейтін жақ жоқ, қатеспейтін жақ жоқ қой. Енді біз кішкене анау кейінгі сайлау кезінде кішкене тоқырауға ұшырап қалғаннан кейін қарсыластарымыз көбейіп кеткеннен кейін біз үндемей жүрдік. Бәрі қарсылас болып кетті бізге. Жанында жүрген достардың. Енді ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Өйткені адам деген ойлану керек. Не болды, не жағдай болды. Содан кейін ол штабтардағы арандатушылар болған, мысалы біз қазір енді ашық айтуға бармай отырмыз. Неге? Өйткені партия құрып жатқан азаматтардың көп біразы бар соның ішінде. Оларға біз тиісетін болсақ, оларға біз жамандық айтатын болсақ, қызғанғандай боламыз ғой. Өткенде бізден бірдеме қызғанған адамдар болса, біз неге қызғанамыз? Біз ит өлді екен деп ит сеуіріп кетіп қажет жоқ қой бізге. Енді қадірлі көрермендер, менің жазушыларым, подписчиктерім, осындай видеолар шығарып тұрсақ, қалайсыздар, қарсы емессіздер ма? И осы қазақ патриоттарының ішіндер болса, Қарағандыда бізге қосылып, пікір таластарыңызға болады. Осы
жетісіне бір кездесіп тұрсақ та осындай әңгіме таластырып жаңағы осы Қарағандының саяси өмірін айтып, жаңағы белсенділерін сынап дегендей сондай жаңалықтарын айтып отырсақ жақсы деп ойлаймын. Осылай енді каналымыздың дамуына енді көмектесіңіздер, қол қойыңыздар, подписывать етіңіздер, лайк қойыңыздар да. Соны айтам, бізге жасырмай келіп өздеріңіздің ойларыңызды айтып, бізбен бірге әңгімелесіп, кәдімгідей шүйіркелесіп бір атаның баласындай отыруымыз керек қой. Енді ертеңгі күндері тау-таумен кездеспейді, адам-адаммен кездеседі ғой. Бір-бірімізбен кездесеміз, бір-бірімізбен жүздесеміз, бұл жерде тұрған ештеме жоқ. Біздің қазір біреуден жасырып отыратын да ештемеміз жоқ. Өйткені біз бір бөлік жасап, бір радикал түрге көшіп отырған адамдар емеспіз. Меніңше сізбен бізге билікте жүрме, оппозицияда жүрме, тағы басқа бір істермен айналысып жатыр ма? Бәрі бізге қазағым, әр қазақ біздің жалғызымыз. Солай ма? Өткендегі сайлауда Әміржанды қолдағанда біз Әміржанды шет қағып байлап тастасақ, ей сен біздің партияны қозғалыстық емессің, біз көмектеспейміз. Сол кезде біз дос көшімнің айтқан сөзі, әр қазақ біздің жалғымыз, кімде-кім сайлауға түсетініміз біз қолдаймыз дедік, қолдадық. Жұмыстың бәрін басайған жібердік. Мысалы, біз 9-на дейін сайлаудың бәрін толықтай атқарып өттік қой. Өттік. Бізде күнә жоқ, халықта күнә жоқ, халық 9-нан кейін Әміржан Қосанов ол өз жеке дара президентке түскен азамат қой. Ол өзінің қалай шешімін айтады, біз оған әсер ете алмаймыз. Ол өйткені біздің ұлттық тағдыр қозғалысының мүшесі емес. Ал енді сіз мысалы қазір былай айтқанда белсенділердің бірісіз енді ұлттық тағдыр қозғалысын. Біздің бұдан да басқа бір мәселеміз көп. Қаланың ішіндегі, облыстың деңгейіндегі, республиканың деңгейіндегі мысалы қауіпсіздік мәселелері, мысалы көші-қон, еңбек туралы кодекс, мынау бүкіл азаматтық туралы заңдарды, соларды өз ойларымызды айтып, кәдімгідей келіспейтінбіз. Содан кейін сын менмен де ажыратып алу керек те. Сын менмен. Егер де жаны ашыған адам сын айтады. Ал жаны ашымаған адам мін дейді. Мысалы, сырттан қара жағады, сырттан өсек айтады. Әне күнгегі сіз білесіз бе, чаттарда жазып жатқанда билікке жұмыс істеп, Ахмет Камил 55-ті сыйлық қалыпты деген сияқты. Ол енді әкеп көрсетіп қой, сіз көрдіңіз ғой құжаттарын. Бұл 15 жылдан бері несиеде тұрған машина қалай сыйлыққа неған әлі күнге дейін шапалып жүр. Содан кейін бізді миллиондаған ақша алыпты деген шуытта шығарды. Енді біздің осы жердегі бір атақты блогеріміз. Тағырды алып жатырған айтпай қойып қалып жатқандар. Жоқ, алып жатқандар ол енді о жақты қозғағымыз келмейді. Өйткені ол енді алып жатқан адамдар. Ол дұрыс емес дейсіз ғой. Ол дұрыс емес. Жаңа айтқан сөз дұрыс емес қой да. Алып жатқанда да бар екен кетсік. Жоқ, ол тұра берсін. Бұл жерде мысалы кім не алып жатыр бізге бәрібір. Бізге рас айтқанда. Біз үшін әркім өзінің әрекет істеп жатқанша, оны біз енді қазбалап қарайтын. Біреуі күн көру үшін істейді, біреуі атағын шығару үшін, атақты журналист болғысы келіп, мысалы, әне жерге барып бір жымыңдап қойып, мына жерге бізге келіп бір жымыңдап қойып, басқа ана жаққа барғанда біз туралы жаман айтып, ана жақтан бізге жаман айтып жүрген адамдар бар, олардың бәріне біз көңіл аудара берсек жынданып кетеміз ғой. Ал енді сынды біз кейде айтуымыз мүмкін. Енді осы мынау қазір мынау осы өзіміздің блогымыздан кейін сын айтылуы мүмкін. Кейін біз мысалы қазір соңында Мамайдың тобы қазір. Қарағандағы тобы дейсіз. Қарағандағы тобысын Мамайдың осы республика бойынша тобы бұларға айтарым, біреуді міндеп, біреуді қаралап, біреуге жаман сөз айтып ұпай жинамаңдар. Ұпай жинап керегі жоқ. Егер де сендер өздерің демократиялық деп тұр осындар ма? Демократия, демократия. Ахмет, кешірген сөз. Егер осындай пікірталасқа пікірталасамыз десеңіздер, жаңағы осы Қарағандағы Мамайдың партиясы шақыруға бізге пікірталастаса. Олардың мысалы теміртас кесін штабты. Өйткені бәрін біз мына жерге қаптатып қойып отырмыз. Ол негізі пікірталас дегенде мысалы жеке бір адам келіп пікірталасы мүмкін. Ол жерде мысалы біз бәрін әкеп қаптатып қойып жерде одан кейін басқа айға шу келеді де. Бізде студия емес дейсің ғой? Жоқ, студия емес, бір екіншіден пікірталастың мәдениеттілігі керек те. Мәдениетті адамдар ғана келіп әңгімелесуге болады. Ал енді бұлар мысалы қазіргі беталыс жаман емес қой. Ұйымдасып жатыр.
енді сонымен ету керек. Бұларға айтып отырмын ғой, жаңағы қаралап жамандап біреуге біреудің бір артынан сөз айтып ұпай жинап қажеті жоқ деп отырмын да. Өйткені онсыз да партиялар құрылып жатыр ғой. Содан кейін меніңше емін еркін бүкіл Қазақстанда жүр. Олар енді ол жерде енді әлгі бір биеден алада құлада туады дейді. Ол жерде біреулер қарсы сөз айтып жатса, мысалы, оны ескермеу керек. Өйткені әркім өзінің ойын айту керек қой жерде. Рас қой. Оған ой, анау тапсырмаймен жүрмін, тапсырмаймен жоқ. Ол келіп айтып жатқан адам өзіне ұнамайтын, ол басқа бір партияның мүшесі болуы мүмкін. Мысалы, 90 жылдан бері үйрендік қой біз. Жасырышы жоқ, анау НПГ, Азаровский, Шумкин, Кроводановтармен көзқарасымыз бірікпесе де, мысалы, Бақытжан Мұқышевпен біз бір алаңда отырып әңгімелесе алдық. Анау 92 жылғы бір апталық митингіде Алматыдағы парламент алдындағы. Сонда бірге барып, олар бізге қолдау жасады. Сол сияқты демократ деген мына жаңағы мен әріптеріңе көңіл аударғым келіп тұр да. Д деген же ДВК деген бар тағы да. Оны айтпа. Ұқсап кетпеңдер. ДВК жаман. Демократ деген өзі, ол халықшыл болу керек. Ол өзінің қасындағы адаммен санаса білу керек. Әйтпесе, маған қарсы сөз айтқан жауға сана болмау керек. Айтып отырмын, бізде осы азаматтарға айтуымыз керек. Ей, сенің мынауың ұнамайды маған деп. Ал ұнамайтын болған кейін ол біз оған қару текезеніп тұрған жоқпыз ғой. Расын айтқанда біздің қазір айтатын сөздеріміз бар, бірақ та оны біз қазір құрылғанша өзіміз кішкене тежеліп отырмыз. Өйткені бөгет болмайық. Соны тағы айтып кетсем, жаңағы осы ДПК-ға ДВК қарсы болды.